Майнкрафт әлемінің алыстағы бір бұрышында тыныш әрі жайлы ауыл орналасқан еді. Ауылдың тұрғындары табиғаттың сұлулығын тамашалап, өздерінің күнделікті өмірлерімен айналысатын. Алайда олардың тыныштығын үзетін бір ғана нәрсе бар еді, ол жиі кездесетін күшті дауылдар мен құйындар. Бұл дауылдар ауылды апатқа ұшыратып, үйлерді қиратып, егіндерді жояды. Тұрғындар осы табиғат құбылыстарымен күресуге шарасыз болып, көмек сұрап аспанға жалбарынады. Бір күні аспаннан жарық сәулелер жарқырап, ауылдың үстіне ерекше бұлттар жинала бастады. Бұлттардың арасынан үлкен күшті дауыл пайда болып, бүкіл ауылды төңкеріп жіберді. Бірақ бұл жолы дауыл бірден басылмай, ұзақ уақыт бойы жалғасып, одан да қаттырақ бола түсті. Тұрғындар қорқынышқа ұшырап, бас сауғалай бастады. Ауылдың дәл ортасында орналасқан үлкен емен ағашының жанында ерекше мантия киген бір адам пайда болды. Ол өзінің мантиясын желге жайып, құйынды бақылап, оны басқаруға тырысты. Бұл жел сардары болатын, желді және дауылдарды басқару қабілетіне ие қаһарман. Ол ерекше күшке ие болғанымен, бұл жолы өте қатты құйынмен бетпе-бет келді. Жел сардары құйынның ішіне кіріп, өзінің барлық күшін пайдаланып, оны тоқтатуға тырысты. Алайда құйын өте күшті болғандықтан, ол оны жеңе алмады. Тұрғындардың үміті үзіле бастады, бірақ жел сардары ешқашан берілуге дайын емес еді. Ол өзінің бүкіл күшін жинап, құйынның орталығына жетіп, оны басқарып, ауылдан алыстатуға тырысты. Жел сардары өзінің күшін пайдаланып, құйынның бағытын өзгертіп, оны ауылдан алыстатып, таулардың арасына бағыттады. Бірақ құйынның күші азаймаған еді, ол тек ауылдан аулақ болды. Жел сардары құйынның орталығында тұрып, оны толықтай басқарып, соңында оны толығымен тоқтатты. Ауылдың тұрғындары құтқарылды, және олар жел сардарын батыр деп таныды. Жел сардары ауыл тұрғындарына өзінің ерекше күшін қолдануға уәде берді. Ол әрдайым ауылды кез келген табиғат апаттарынан қорғауға дайын еді. Содан бері ауыл тұрғындары жел сардармен бірге бейбіт әрі тыныш өмір сүрді.